Әріптестер, бүгінгі таңда кең қолданыста ол бізде WordFall платформасы. Бірақ WordFall платформасы бізде білесіздер ақылы, яғни 5 тапсырмадан кейін бізде доступ бермейді. Бірақ оның шешімі бар. Яғни оны қалай жасаймыз? Видеороликті бастамас бұрын міндетті түрде лайк, комментарий жазыңыздар және де өз әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Ол кісілер де қолдансын. Қалай тегін пайдаланамыз? Ол үшін біз WordFall платформасына кіреміз. Сосын қарасаңыздар, мысалы мен создать дегенді басамын. Бұл жерде қарасаңыздар, менде 5 тапсырманың 16 тапсырмасын қолданған екенмін. Яғни мен шеткі мөлшерден асқанмын. Яғни менің жұмысыма кіреміз. 5 тапсырмадан артық көп тапсырма жасау үшін осы жерде жасалған кез келген бір тапсырмаға кіреміз. Сосын бұл жерде бізде келесі тапсырманы қандай жасаймыз? Мысалы, мен колесо жасағым келіп тұр. Мысалы, колесоның үстінен басамын. Одан кейін редактировать дегенді басамын. Бұл жерде мен редактировать как колесо дегенді басамын. Бұл жерде міндетті түрде екіншісін таңдайсыздар. Осы жерде тапсырманы колесоға арнап өзгертесіздер. Мен осылай қалдырамын. Сосын дайынды басамын. Менде жұмысым сақталды. Көру үшін мен папкаға кіреміз. Қарасаңыздар, менің жаңағы жасаған тапсырмам қосылды. Яғни 17-ші тапсырма болып қосылды. Яғни дәл осылай қалған тапсырмаларды да өзгертіп қолдансаңыздар болады.